Сәлем достар, бүгінгі кезекте сендерге жалпы білімдеріңді арттыратын өте қызықты сұрақтар дайындап қойдым. Бүгінгі видеодан кейін сендер миллиондаған адамдардан ақылдырақ болып шығасыңдар. Кеттік көрейік. Балмұздақты қай елде ойлап тапты, білесің бе? Қытайда. Балмұздақ біздің заманымызға дейін 3000 жыл бұрын Қытайда ойлап табылған екен. Әлемдегі ең кішкентай құс. Колибри. Колибридің ұзындығы 5,7 сантиметрден басталса, салмағы 1,5 грамм мен 20 граммның арасы ғана екен. Дененің ең үлкен мүшесін ата. Тері. Я, достар, тері де мүшеге жатады. Адамның денесінде шамамен 3,6 килограмм және 2 шаршы метрге дейін жететін тері болады екен. Әлемдегі ең кішкентай ел. Ватикан. Ватиканның ауданы 0,49 шаршы километр. Ол Қазақстаннан 5,5 миллион есе кішкентай екен. Ойлап көрші өзің. Жер бетіндегі ең кішкентай құрлық. Аустралия. Аустралия Қазақстаннан шамамен 3 есе үлкен екен. Жапонияның ұлттық спорты қандай, білесің бе? Сумо. Ересек адамның неше тісі болады? 32. Тіс эмалі адам ағзасындағы ең қатты зат болып табылады екен. Тіпті ол сүйектен де мықты. Біліп жүр. Мына суреттегі қызыл ғаламшардың аты қандай? Әрине, ол Марс. 7-ні 9-ға көбейтсең қанша болады? 63. Әлемдегі ең үлкен шөл қандай, білесің бе? Сахара шөлі. Сахара шөлі Африкада орналасқан. Оның аумағының көлемі шамамен Америкамен бірдей екен. Бразилияның ресми тілі қандай? Жақсылап ойлан. Португал тілі. Күн жүйесінде қанша ғаламшар бар? 8. Олар Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Жаттап ал. Судың қайнау температурасы қандай? 100 градуста су қайнайды. Австралияның астанасы қай қала, білесің бе? Канберра. Бір тәулікте неше сағат бар? Бұдан қателеспейтін шығарсың. 24. Термометр нені өлшейді? Ат айтып тұр емес па? Температура. Қай ел пицца мен пастасымен танымал? Ол Италия. Пиццаны 500 жыл бұрын ойлап тапқан екен, ал алғашында оның формасы домалақ емес, шаршы болған екен. Біліп жүр. ақш-тың бірінші президенті кім, білесің бе? Джордж Вашингтон. Кенгурудың баласы қалай аталады? Джоуи. Әлемдегі ең үлкен арал. Гренландия.
Гренландияның аумағы шамамен Қазақстанмен бірдей екен. Адамдар қандай газбен тыныс алады? Әрине, оттегі. Ең жылдам құрлық жануары қайсысы, білесің бе? Ол гепард. Олардың жылдамдықтары 120 км сағатына дейін жете алады, бірақ тек 20-30 секундқа ғана. Алты бұрыштың неше жағы бар? Әрине 6. 50-ді 5-ке бөлсең қанша болады? Бұдан қателессең енді білмеймін. Америка құрама штаттарының астанасы. Вашингтон қаласы. Әлемде қанша мұхит бар? Төрт мұхит қой. Олар Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты және Солтүстік мұзды мұхит. Жұлдыз құрт өскенде неге айналады? Әдемі көбелекке. Әлемдегі ең ұзын жылан. Ол торлы питон екен. Оның орташа ұзындығы 4 метрден 10 метрге дейін жетеді. Ал әлемдегі ең үлкен құсты білесің бе? Альбатрос. Оның ұзындығы 2 метрден асады екен, ал салмағы болса 90 мен 150 кг арасында. Ұлы Қытай қорғаны қай елде орналасқан? Енді Қытай қорғаны Қытайда орналасады емес пе? Өрмекшінің неше аяғы бар, білесің бе? Өрмекшіде 8 аяқ болады, досым. 12 көбейту 8 қанша болады? — 96. Күн жүйесіндегі ең кішкентай планета. Ол Меркурий екен, достар. Меркурий жерден шамамен 2,5 есе кішкентай екен. Әлемдегі ең ұзын өзен қалай аталады, білесің бе? Ол Ніл өзені. Ніл өзені Африкада орналасқан. Оның ұзындығы 6650 километрді құрайды екен. Ал әлемдегі ең биік тау қалай аталады? Эверест. Абай Құнанбайұлы қай жылы туылды? — 1845. Қытайдың астанасын тап. Әрине, Пекин. Балды қандай жәндік жасайды? Ара, әрине, ойланып отпаған шығарсың енді. Үш бұрышта неше бұрыш бар? Үш бұрышта 3 бұрыш болады. Кемпір қосақта неше түс бар? Жеті түс. Әлемдегі ең терең мұхит қайсысы? Тынық мұхиты. Тынық мұхитының орташа тереңдігі 4280 метр екен, досым. Жердің серігі қалай аталады? Ол әрине ай. Жер бетіндегі ең биік сарқырама.
Анхель сарқырамасы екен, жаттап ал. Анхель сарқырамасының биіктігі 979 метрді құрайды екен. Ең кіші екі таңбалы сан қандай? 10. Абай жолы романының авторын айт. Ол Мұхтар Әуезов. Осымен сұрақтарым бітті досым. Біраз нәрсені біліп алдым деп ойлаймын. Достарыңмен де бөлісіп қой. Комментарий қалдырып, лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Сау бол.